Қарызы жоқ адам бір өтек бір кемде кем. Елдің барлық кредит. Бізде мына көңілге қарап қою ұят болады дегенмен. Ол жерде де кіріп жатқан себебі адамның дұрыс жоспар жасамағандығынан. Шетелдерде ол жерде бір адам қарыз бермей қалатын болса, жақындары сол жерде өзі. Олардың бәрі шотын жауып тастайды екен. Сол кезде бір қашып кеткім келді. Қазір алаяқтардың офыр кетіп отыр, миллиардтар болып кетіп отыр. Намыстанған жоқ ол той жасамағанда. Қазір сақ болуымыз керек, қазақта айтады, сақтансаң сақтаймын дейді. Кедейден сақтанып, байлыққа ұмтылу керек. Оған толық мүмкіндік. Содан кейін барып бір түсінгенім, қарыз кезде адам үш кезеңнен өтеді екен. Сол кезде мен мына ойға келдім. Бірінші мен өліп қалмауым керек деп. Армысыз құрметті көрермен, бүгін Мың жаса арнасында әдемі сұхбат болғалы тұр. Мен есімім Дастан Жайнақ. Бұл Мың жаса арнасы Данияр Беркінбай мырзаның арнасы. Кәсіпкер, қаламгер, қаншама кітаптардың авторы. Данияр мырза, бүгін қош келдіңіз. Қош болдық. Немесе мен қош келдім сіздің арнаңызға. Енді өткенде бір әңгімеде сізбен әңгімелескен кезде бір өте бір қызықты тақырып мен үшін бір қарыз туралы тақырып болған болатын. Осы бір арасында өзім білмейтін, осы қарыздың негізгі ережелері, жалпы осы қарызға кіріп шыққан адамның күйі қандай болады деген сияқты өзім көптеген жауаптар алдым. Бүгін осыны бір көрермендерге кеңінен тарқатсақ. Өйткені бүгінгі таңда бір қарызы жоқ адам бір өтек бір кемде кем. Өзіңіз айтып алдыңыз. Осы жалпы қарыз деген не? Бұның қарыздың негізгі ережелері қандай? Осы туралы басасақ, Құда қаласа. Я, рахмет әке. Бүгін Құда қаласа мына өзіңізбен үшінші түсірілім жасап жатырмыз. Алдындағы түсірілімдерде жақсы шықты деп ойлаймын. Енді қазір кезде қарыз деген өте күйіп тұрған тақырып болып тұр қоғамда. Кезінде қазір кезде қарыз жоқ адамды көру өте қиын. Қызыл кітапқа енгізуге болады дейсіз ғой? Иә, қызыл кітапқа енгізуге болады. Осындай заман болып тұр енді. Елдің барлық кредит, басқа да қарыздардан еңсесін көтере алмай жүр. Сондықтан енді осы саланы біраз зерттеп, өзімде енді кәсіпте жүргеннен кейін талай жағдайлар басымыздан өтіп жатыр. Содан кейін бұл нәрсенің себебі не, менің бұл жерде қателігім неде, жалпы қоғамда осы не үшін болып жатыр деген сияқты нәрселерді қазір зерттеп жатқан жайым бар. Анализ жасадыңыз ғой жалпы? Бірсыпыра анализ жасап шықтым. Енді айтыңызшы, жалпы бұл қарыздың жалпы біздегі көзқарас қандай қарызға деген? Ол берушінің және алушының жағдайлары қандай болады? Бір ол туралы сұраныс қалай болады? Енді бұл қарыз деген нәрсе, бұл өмірдің заңдылығы. Бұл өмір болғаннан кейін алыс-беріс болады. Бұл адам-атадан бастап, мысалы жалпы адам тіршіліктің барлығы алыс-беріс. Алыс-беріс болғаннан кейін міндетті түрде ол қарыз деген нәрсе болады. Бұл айтқанда өмірдің бұл заңдылығы деуге болады. Енді бұл қарызды, бұл әңгіме енді не үшін бұл проблема болады? Өйткені біз өзіміз енді сол қаржылай сауаттылықтың болмағандығынан, сол осы қоғамда қазір болып жатқан нәрсе, қиыншылықтың көбісі сол қаржылай сауатсыздықтан болып жатқан нәрселер. Бізде көңілге қарап қою ұят болады дегенмен көптеп қарыз беріп қоямыз ба? Бергеннен кейін мысалы аламай жатады. Қарыз алған адамның өзі жауапкершілік танытпай жатады да. Осы мәселеге тоқтайықшы. Енді бұл қарыздың алып бері әр нәрсенің заңдылығы болады ғой. Осы сіздің айтып отқан мәселе, бұл адамдардың осы қарызды кіріп кетіп жатқанының көпшіліктің себебі қалай беру керек, қалай алу керегін білмегендіктен. Мысалы бізде көп жағдайларда қарыз берген кезде ең бірінші таныстардан аламыз ғой. Енді бұл жерде қарыз бар, жеке адамнан алу, одан кейін кредит бар, банктен алу. Мысалға, бірінші біз мысалға жеке адамнан алған кезде таныстан аламыз. Таныс адамнан сұрайсың. Ол адам не істейді? Олған сенеді, саған сенеді. Қаншалықты жақын болса сізге? Жақын болғаннан кейін сенеді. Залог сұрамайды, басқа сұрамайды. Содан кейін кейбір адамдар, мысалы бұл жерде сол залогсыз, басқасыз алғаннан кейін ол жерде жауапкершілік болмайды. Сөйтеді де, жауапкершілік болмағаннан кейін ақшаны жаратып жібереді, басқа жерде ана ақшаны уақытында қайтармайды. Сол жауапкершіліктің болмағаннан содан кейін екі адам арасында үлкен дау болады. Өзі досыңнан айырылған кезде қарыз бер дейді ғой. Ал енді мына банктерде болса, олар енді залогсыз қарыз бермейді. Ол жерде де кіріп жатқан себебі адамның дұрыс жоспар жасамағандығынан. Өзінің мысалы ақшаны алды ғой енді мысалы. Алғаннан кейін дұрыс жұмсамағаннан ол ақша жаратылып кетеді. Сөйтеді де ертең беретін кезде адам қиналады. Осындай қаржылай сауатсыздықтың кесірінен қазір көптеген адам қиналып жатқан себебі содан деп ойлаймын.
Енді мына мемлекеттік тұрғыда мынау біздің менталитет, қазақтың менталитеті қандай қарызға деген, және басқа елдерде қандай? Осында зерттесеңіз, айта өтсеңіз, тарқатсаңыз. Енді шетелдерде, мысалға шетелден бастайық. Шетелдерде капитализмге баяғыда өтіп кеткен. Олар біздің қазіргі өтіп жатқан кезеңнен, олар осыдан 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрын өтіп кеткен десек болады. Сол үшін оларда қарызға беретін болса, танысы болса, екі түп бір қалған болса да, барлығы нотариально залогымен басқа себептерін нелерін жасап, сөйтіп береді олар. Сондықтан оларда мысалға жауапкершілік үлкен болады. Өйткені ертең ол қарыз берген адам, мысалы, то есть алған адам бере алмай қалса ақшасын, орнына жаңағы несін, дүниесін алып қоя алады да. И одан кейін шетелдерде мен естігенім, мысалға бізде енді мына қарызды бергенге адамда жауап бере алмай қалса, оны соттап жіберу, үлкен сума болмаса, өте үлкен сума болмаса, соттап жібермейді. Ол жерде мысалға қарызды алған адам, мен табысым жоқ, айына 5000 теңгеден ғана беремін дейтін болса, бере аламын дейсіз, бітті. Медиацияға отырады ғой. Иә, сот сол шешім қабылдап, мысалы бітті. Ана адамға ол түкте пайдасы жоқ та, қарыз берген адамға. Шетелдерде естігенім, мысалы, ол жерде бір адам қарыз бермей қалатын болса, бермейтін болса, оның жақындары сол жерде өзі. Олардың бәрі шотын жауып тастайды екен. Заңның өзі жаңағы қарыз алған адамды қорғамайды екен. Иә. Бізде керісінше қорғай ма сонда? Бізде енді әлі заң ол жағынан жетіле қоймаған шығар деп ойлаймын. Ал шетелдерде ол нәрседен баяғыда өтіп кеткеннен кейін осы нәрселер қарыз алушының, қарыз беруші адамды құқын сондай қорғайтын неге жеткен да. Ал енді оларда енді көп жағдайлар енді опыттар жиналады ғой, заң деген сол опыт енді тәжірибемен келетін нәрсе ғой. Мысалға біз шетелдерде мына брачный контракт деген өзіміз дұрыс қабылдамаймыз. Екі адам үйленіп жатса, мысалға әйел мен еркек, сол жерде брачный контракт жасайды оларда. Егер ажырасып кетсек, келісім ба? Ажырасып кеткен жағдайда дүниенің пәлен процентін ғана сен ала аласың, одан артық алмайсың деп. Біз оны түсінбейміз. Оларда енді келіп жатыр ғой енді. Бірақ енді әлі оны біз қолданып жатқан жоқпыз да. Статистикаға қараса ол какой-то ғана бір болмайтын ғана процентте шығар. Оларда енді не үшін оған барды деп мен өзім ойландым да. Сөйтсем, енді бай адамдардың айналасында неше түрлі шеберлері жүреді ғой енді. Ана байлығынан үміт алып қалайын деп. Сол сияқты жаңа ертең олардың ішінде бойдақ енді үйленейін деп жатқан кезде, ол бойдақтарына сондай неше түрлі қыздар жүреді. Мысалы, үйленіп семья жаңағы үйленіп алып, ертең 1-2 жылдан кейін ажырасып бере салам деген оймен жүргендер болады да. Сөйтіп дүниесін, мысалы, оның қанша еңбекпен тапқан ақшасын, мысалы, ертең 1-2 жылдан кейін келеді, жартысын сотпен алып кете салады. Ол енді обидно же. Кеше мысалы Amazon хозяин Джефф Безос деген мысалы әйелімен ажырасты, $50 миллиард алып кетті да, мысалы. Сондайдан кейін олар заңды сөйтіп күшейткен. Сөйтіп, үлкен ақшасы бар адамдар уже сондай неге брачный контракт жасайтын болған. Енді бұның да енді әрине енді артып кететін жерлер болады ғой, бірақ енді артық жерде бар. Бірақ енді негізі қарасаңыз түбірі содан шыққан. Сондай әбден дүниесін алып кете бергеннен соңдасың. Ал енді біздерде қарасаңыз, біз енді мынау қазақылық өзіміздің нелеріміз, жаңағы біреуге қарыз берсек, енді мен брачный контракт деген енді оған біз енді жетпей қойық. Ал бұлайша енді мысалға қарызды берген кезде бізде соған өтуіміз керек. Келісім шартқа ма? Келісім шарт, нотариально, залог қойғызып, қанша жақын адам болса да бергін келіп тұратын болса, соған өтуіміз керек. Сол кезде барып біздің арамызда мысалға сол деген нәрсенің бір жақсы жағы, ол қарыз алған адам уже бойында жауапкершілік пайда болады. Мынаны ертең бере алмай қалсам, мұндай болса мен мына нәрсемді алып қояды ғой деп, уже адам әрекет жасайды. Сондықтан осындай нәрселерге біз өтуіміз керек деп санаймын. Беруші емес, алушының өзі осы нәрсені сұрау керек қой негізі. Иә. Осы келісімге отырайық. Төлемей қалған жағдайда мына нәрсемді аласың деген сияқты. Енді ол жерде беруші заинтересованы көбірек. Сондықтан біз қазір заман деген соған келіп жатыр. Капитализм деген заман келді қазір. Капитализм деген ақша табу деген қазір оңай емес. Бұрынғыдай біз енді 90-шы жылдар мысалға сауда, елдің бәрі сауда істеп, әйтеуір бірдеңе істесең бірдеңе ақша тауып беретін еді. Қазір енді уже ақша табу да оңай болып жатыр. Уже өте қысылып бара жатыр қазір. Конкуренция бизнесте. Мысалы, қазір бірдеңе ақша салу да оңай емес, мысалы, ақша таба салу оңай емес қазір.
өте қиын болып жатыр. Сондықтан біз капитализмге өткенімізді мойындап, халық қазір осындай бір қарыз алу беру несіне келген кезде жестко осындай нелерге, мераларға бару керек деп ойлаймын. Енді қарыздың салмағы жайлы айтыңызшы. Ол қаншалықты адам сұралады өзі? Көп адам мысалға қарап тұрсаң, енді достықтың, партнердің арасында, даже отбасының көбісінде қарыз ғой негізі құртып жатқан қарым-қатынасты. Осы жауапкершіліксіздіктің салдарынан болып жатыр деп ойлаймын. Бірақ осы бір қарызы бар адам қаншалықты салмақ арқалайды, осы тұрғыда тоқтасаңыз. Мына жерде енді жауапкершілік деп өте жақсы айттыңыз. Бұл судында сұрау бар дейді ғой. Судында сұрау бар дейді. Мысалы, біріншіден дінде қарыз туралы не дейді? Мысалға, адам өмірде өткен кезде, өзіңіз білесіз, имам жаназа шығарып жатқан кезде бір нәрсе сұрайды. Ол марқұмның қарызы бар ма деп сұрайды. Егер де мысалы ол қарыз болатын болса, ол жерде жаңа қарызды сұрап келіп отқан адам, оның жаназасын шығарып қоюға да менің білуімде құқы бар. Дәл сол жерде мысалы ол қарызын алып кету керек. Ол жерде бір адам шығады, бауырлары, жақындары, мен мойныма көтеремін деп. Мысалы, сол жерде ол өте үлкен нәрсе де ол. Мысалы, басқа нәрсе сұралмайды. Ол не істеді, не қойды деп сұралмайды. Ол қарыз бар ма деп сұрайды. Осыдан сіз түсіне беріңіз. Біздің өкінішке орай қазір көп адам мұны қазір мән бермей жүр. Ертең енді бүгін бар, ертең жоқ адамдарымыз ғой, пендеміз ғой бәріміз. Ертең сондай жағдай өмірде өтіп кеткен не болады деп, мысалы, көп адамға мән бермей жүр да. Ал енді ақыретте жаратушы Алла тағалам ертең сол жаққа барған кезде қарыз бар адамдарды айтады екен. Екеуің тірліктерің өздерің, бұл өздерің шешетін нәрсе, мен араласпаймын дейді екен. Сол кезде қарызды берген адам, қарызы қалған адам айтады екен. Сен енді сауабынан бер дейді екен. Сөйтіп сауабын алады екен. Ал енді сауабы жоқ болса не істейді? Сауабы жоқ болса айтады екен, онда күнәмді ал дейді екен. Міне осындай бұл ақыретте жауапкершілік үлкен екен. Осы нәрсені біз қазір түсінуіміз керек. Өте маңызды әңгіме болды. Қазір әйтеуір ала салатымыз, бере салатымыз, көп адамдар ақшаны бермей қоя салып жүр. Ол айналамызда болып жатыр. Мысалы, өзімізде де қарыз болған кезде мен өзім уайымдаймын. Мысалы, ертең қалай болады екен, қай күні қай жерден өтіп кетеді, қай күні өмірден өтіп кететінін Құдай біледі ғой. Сол кезде бұл қалай болады екен деп шын айтқанда уайымдаймын. Жақындарыңызға, бала шағаңызға салмақ болып қалмай ма екен деген сияқты ма? Иә. Сол. Ал енді мынау адам алдындағы жауапкершілік, бұл енді бұл аманат қой бұл. Адам сізге сеніп беріп отыр мысалға. Мына уақытта деп өзің уәде бересің мысалға. Сөйтіп мына уақытта қайтарамын дегеннен кейін, мысалы, мынандай нәрсе қосып беремін дейтін шығарсың мысалға. Бір келісім болады арада. Сол нәрсе адам үміттенеді, беруші адам. Сол кезде көп адамдар оны былай айтқанда лақтырып кетеді. Қазақта айтады, не дейді? Аманатқа қиянат жасама дейді. Малым жаным садағасы дейді, жаным арым садағасы дейді. Мысалы, адам деген қай уақытта болмасын ақша кетсе кетсін, абырой кетпесін деген қазақпыз да біз. Сондықтан бұл қарызың Құдайдың алдында да, адам алдында да осындай үлкен жауапкершіліктер бар. Енді қарыздың пайдасы жайлы айтыңызшы. Пайдасы да бар шығар. Бізге қазір тек зиян жағын айтып отырмыз ғой. Пайдасы қаншалықты бар? Дұрыс қой, енді ол пайдасы болмаса адам ала ма оны? Адам бір қажет болған екен алады қарызды. Мысалы, бір товар бизнесін дамыту үшін алады. Қарыз дегеннің ішінде кредит кіреді, инвестиция кіреді. Мысалы, бір деген дамытам деп, мысалы, бір деңгейге жеткеннен кейін ары қарай тағы өскісі келеді. Или болмаса өмірде бір жағдайлар болып қалады. Адам болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады, басына іс түсіп қалады. Мысалға. Сондай кезде сол нәрсені қазір шешу керек болады. Енді адам күні адаммен дейді ғой. Адам күні адаммен дейді мысалға. Адам бір өзінің бойында бәр нәрсе бола бермейді ғой. Сол кезде қарыз сұрайды. Сол кезде сол тірліктің біз шешіп алуға бұның үлкен пайдасы бар. Бұның пайдалы жақтары сол осындай көп. Бұл қарыз адамды қаншалықты өсіреді? Мысалға, жай зона комфортада жатқан адам мен қарызы бар адамды екеуін салыстырып қарасақ ше, қайсы тез өсіп жатыр деген сұрақ. Ол енді жаңа өзің айтқандай, адам өзінің мойнына қандай жауапкершілік алды, соған байланысты деп ойлаймын. Біреулер болады, ол қарыз болса да, басқа болса да, ол бала шағасын да ойламайды, қашып пысып жүре береді. Оған абырой да керек емес, оған бір алдына мақсат та қоймаған адамдар олар да. Ол жүре береді, оған ол ешқандай өсіреді деп айта алмайды мысалы. Ал енді бір адамдар болады, мысалы, мысалы, қиыншылыққа түсіп қалады осы әртүрлі жағдайлар. Бір мысалы товар өртеніп кетеді, болады ғой, өмірде әртүрлі жағдай болады, мысалы, бір жағдайға ұшырайды. Сол кезде жаңағы бойына қарыз болып қалады.
сол кезде ол адам не істейді енді? Ол адам мысалы жаңағы айтқандай намысы болса, жауапкершілігі бар адам болса, ол уже ол кезде өзі кәдімгі жан дүниесі шырқырайды ғой. Мына ел жұрттың алдына уәдем бар ғой берген. Сонымен қайтаруым керек деп. Сол кезде әрекет жасайды. Сол кезде сіздің жаңа айтқандай пайдасы жаңағы келеді де осы жерде. Потенциалдар ашылып кетеді ғой. Иә, өзің бұрын ойламай жүрген, білмей жүрген, көрмей жүрген сондай нелер, қабілеттері, мүмкіндіктерді байқайды. Сөйтеді да, ол осы жерде оның қарыздың пайдасы тиеді. Ол келесі уровеньге көтеріліп кетеді. Кейбір адамдарға бұндай пайдасы да тиеді. Бір деңгейден бір деңгейге өсу үшін пайдасы да. Адам өзі дұрыс пайдалана алса, оның жақсы жағы да бар. Енді өзіңіз қандай принциптерге сүйенесіз? Қандай жағдайда қарызды бересіз, қандай жағдайда бермейсіз, мысалға? Қарызды енді өзімде алам, елден алып алатын кездерім көп. Өзімде берем. Енді беру жағына келетін болсақ, мен қазір түсінгенім, енді елдің бәріне бере бер біріншіден міндетім емес. Қазір енді елдің алдына шығып жатқаннан кейін танитын да, танымайтын да Инстаграмға да жаза салады. Балам деп. Өткенде бір кемпір звондап тұр, апа. Білмеймін, телефоным қаяқтан алған. Бөтен нөмір көтерсем, осындай сен кәсіпкер екенсің, балам, осындай деген, апам маған пәлен сом қарыз керек болып тұр. Пәлен уақытта берші пәлен қайтарым деп тұр. Мысалы, ондайдың бәріне бере беру енді мүмкін емес қой. Танымайсың. Танымаймын да, және танығанда да мысалы ондайдың бәріне көмектесе беру ол менің міндетім емес. Кеше ғана Сұрынбек тағы осы туралы жақсы Инстаграмға жақсы әңгіме қойды. Жұрттың бәрі қарыз сұрап жаза береді ана жерде деп. Сондықтан ол қарыз берудің өз тәртібі бар. Мысалы шын мұқтаж болып тұрған адамға өзің мысалы көмектесесің. Шын мұқтаж, мысалы бір жағдай болып қалған адамға көмектескің келеді. Басына іс түседі, мысалы ауырып қалады, басқа қалады. Мысалы сондай кезде мысалы ол көмектесу міндет. Ал енді жаңағы былайша отырып, анау болып қалды, мынау болып қалды деп мысалға келе беретін болса, ондайдың бәріне көмектесу міндет емес ол. Осындай жағдайларға қараймын. Өйткені өз зардабын шегетін де өзіңіз ғой, ақыр аяғында. Ол жерде мынандай болады да, кейбір адамдар мысалға былай қарасаң, сұрап келген кезде ішкі ниетін айтпайды ғой ойын. Әртүрлі нелерге қолданайын деп тұр. Мысалға бұл бір картаға салып жіберейін деп отқан болуы мүмкін, мысалы білмейміз да, мысалы біз оны. Бала шағасына апармай басқа жаққа айтып отқан нәрсе бірдеңе деп айтып тұрады, бірақ самом деле басқа нәрсе қолданайын деп тұрады. Мысалы сондай көп факторлар бар да. Сондықтан оның бәрін білу керек бірінші. Шынымен мұқтаж болып тұрса, жаңа айтқандай көмектескің келеді. Шынымен көмектескің келеді. Ал енді жаңағы былайынан өтірік алдап тұрған адам болатын болса, ондайды да байқайсың ғой, сұрайсың ғой. Ондайға қайша беру міндет емес. Жалпы мен өзім білетінім, өмірде адам болған екен, айтқандай адам күні адаммен ғой. Иә, мына жағдайға ұшырап тұрған адамға беру керек. Ал енді былайша аяқ қолы бүтін, дені сау, бірақ жұмыс істемей жүрген адам сияқты сондай адамдар болса, ондайға беру міндет емес. Осы қарыз бір қаншалықты адамды тартып тұрады негізі? Бұл да бір өзіңіздің басыңыздан өтті ма осы? Сондай бір салмағы бар ма жалпы анау ертеңгі күн емес? Осы өмірде бір жаңағы жолын жауып тұра ма, немесе бір тірлік алға баспай жата ма? Соның бір өзіңізде басыңыздан өткен жағдай болды ма? Бір өзіңіз қарыз болып тұрып, бір жолыңыз ашылмай тұрады да қарызды қайтарғаннан кейін барып ашылып кететін деген сияқты. Бұл жерде енді қарыз болудың зардабы ғой, бұл жерде оңай емес зардабы да. Қарыз болған адамға ол енді өзі елдің алдында қарыз болғаннан кейін оның жұмыстың да берекесі болмайды. Анау звондап, мынау звондап, күнде звондай берген. Банктердің өзі мысалға білесіз, қоймай звондайды. Ол жан-жағының бәрінен звондайды. Мысалы, ондай кезде адам берекесі де болмайды. Бұның зардабы оңай емес. Кәдімгідей ол отбасыңда мысалы алдында өзің қарыз болып тұрғаннан кейін бала шағаңа да жөндеп көңіл бөле алмайсың. Елдің алдына да жарқылдап шыға алмайсың. Бұның зардабы өте қиын. Қазіргі кезде мысалы қоғамда ажырасып кетіп жатқандар, мысалы бізде Қазақстанда қазір әлем бойынша алдыңғы орында тұр деп жатыр ажырасу бойынша. Не үшін десең, бір 80-90% десек болатын шығар. Сол семьяда жетіспеушілік қой. Одан бөлек, мысалы қанша жігіттер осы қарыздан еңсесін көтере алмай, кәдімгідей мүжіліп, ішіп кетіп жатыр, денсаулығынан айырылып кетіп жатыр. Даже мен білем, сол қарыз болғаннан есін жия алмай, өз-өзіне қол жұмсап жүріп жатқандар. Ондайлар да көп.
бұл оңай нәрсе емес қарыз болу деген. Стресске кіріп кетеді ғой. Иә, стресс, депрессия ол. Енді сізге келейік. Өзіңіздің басыңыздан осы бір қарызға байланысты қандай жағдайлар өтті, бұдан алған жағы пайдаңыз немесе зардабы қандай болды, қандай нәрсеге сүйендіңіз сол кезде бір жағы осындай бір последствиясы болмас үшін дейміз ғой, жаңағы денсаулықтан айырылмас үшін деген сияқты бір сонда бір күй кештіңіз ба жалпы? Күй кештім ғой, сол күй кешкеннен кейін бос тақырып зерттедім ғой. Енді жұмыс болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып тұрады. Кәдімгі ойламаған жерден опырып кететін жағдайлар болады. Ана апат айтып келмейді дейді ғой. Бизнесте менде талай жағдайлар болды. Бүкіл товардың барлығы срок өтіп кетті, басқа қылды, сондай көптеген. Енді басқа бір проекттерге салып, ақшадан айырылып қалған кездеріміз болды, мысалы, бар ақшамыздан. Сондай кездерде өте қиын жағдайлар болды баста. Енді әжептәуір серьезный суммалардан көрдік, мысалға кіріп көрдік. Мен бұрын қанша жылдан бері, енді 30 шақты жыл болды кәсіпте жүрген кезде. Сол кезде түсіндім бұл ақшаның қаншалық жауапкершілігі бар екенін. Кәдімгідей қарыз деген жаңа айтқандай қарыздар звондап, жан-жақтан қысқан кезде, енді ол жерде жай әңгіме болмайды ғой енді. Серьезный әңгімелер болады. Серьезный сумма тұр ғой өйткені. Иә, серьезный суммалар тұр. Уже енді ол жерде былай айтқанда математикаға шығудың өзі оңай не көріп тұрған жоқпын да жолын. Сол кезде қанша ұйқысыз түндер өтті. Таң атпай қойса екен деп. Мен алдыңғы интервьюде де айттым, кітаптарымда жазып жатырмын. Бастан өткен нәрселер. Таң атпай қойса екен деп түні бойы жүресің. Өйткені ұйықтасаң болды, таң атады ғой. Қайтадан проблема басталады. Сонымен түнде қаншаға дейін шамам келеді. Кофе ішіп аламын, душқа түсіп аламын, әйтеуір жүремін, лунатик сияқты. Сөйтіп. Сонымен енді былай айтқанда іште қанжыладым ғой. Бала-шағаның өзіне қарап отырып, ойланып отырамын, неужели бұлар бағамаймын деп. Өйткені еңбек етіп жатырмын. Мысалы, ішіп жүрген жоқпын, жеп жүрген жоқпын. Сондай бір ойламаған форс-мажор деген жағдай бұл енді өмірде болып тұрады екен. Сол кездерде талай қиыншылықтар болды енді. Енді бір оқиғаны айтайын, енді осының өзі жеткілікті болатын шығар деп ойлаймын. Москваға кетіп қалдым бір күн. Москваға кетіп қалып, сол жақта 1,5 ай тұрып бір проекттер қарастырып. Сол кезде Жан-Поль Белмондо деген актер қайтыс болды ғой, 2021 жыл. Соның несін жаназасы болып отыр екен. Енді ана жерде бүкіл әлем гүл қойып отыр оның несі, Францияның елшілігіне. Ана жерде енді бүкіл әлем тік тұрды ғой. Бірақ Францияның президенті өзі Елисейский дворец дейді, ақ ордаларында сол жерде шығарып салды, музыкаларымен. Сол кезде жаман жаныма батты. Кәдімгідей бір сағаттай көзімнен жас тоқтамады. Мен енді қазір өліп кетсем не болады енді деп. Енді алдымызда қойған мақсаттар бар, мысалы бір өзім арманым келешекте мысалға өмір өткен кезде бір жақсы істермен елге еңбек етіп, артымнан бір көшелер қалса екен деген армандарым бар адам ғой негізі. Мына жерде қазір өмірден өтіп кетсең, енді былай обидно болып тұр ғой. Енді бала-шағаңнан да ұят, қарызбен қалып кетейін деп жақындарына ұят, мысалға ел-жұрттан да ұят, мысалға деген сияқты, дардай басыңмен, жігіт басыңмен қарыз өліп кетті деген. Сол кездері сондай күй кешкен кезім бар. Одан кейін бір жағдай болды. Қай жылы, біраз жыл болды енді. Ол кезде Россиямен де жұмыс істеп, бір қатты ұрынып қалдық. Сол кезде де қарыздан бірақ құтыла алмай жүрдім. Сол кезде бір қашып кеткім келді. Шетелге, осы Россияның Дальний Восток жақтарына кетіп қалғым келді. Сол жақта бір жігіттер таныстары бар екен. Сол жаққа солға барсам екен деп интернеттен қарап, ол кезде интернет шығып жатқан кездер ғой енді. Сол жақта айлық қанша екен, расход қанша екен деп бір қашып кеткім келді сол кезде де. Қашқанда енді қашып кету емес, бір барып басқа мынау осы жерде ортадан кетіп, басқа ортаға барып, иә, сөйтіп ол жаққа барсаң мысалға өзің жұмыс істейсің де енді ол жерде. Бір жағынан мына жерде әңгімелерден де бір ортаның нелері болады ғой, бәрібір енді оңай өзің жағдайда жүрген жоқсың. Сол кезде де сондай бір жағдайлар болған. Бұл енді басында талай болған бұндай жағдай. Енді қандай принциптерге сүйендіңіз сол кезде? Өткенде айтып берген едіңіз ғой маған ше. Бір сізді жан-жақтан қысып алыр. Үлкен сумма қарызсыз.
жаңағыдай өзіңізді тастап қоймас үшін деген сияқты ше. Иә, сол принциптер ғой, Құдайға шүкір, міне аман есен отырған. Енді соны елмен бөліссеңіз. Иә. Содан кейін жаңағы жағдайлардан кейін зерттедім ғой, бұл не өзі, қарыз деген неден болады, қиыншылық деген неден болады, менің бұл жерде қателігім неде, бұдан шығу жолдары қалай екен деп, бола ма өзі деп. Содан жаңағы діннен бастап осы қиыншылық туралы пайғамбарлардың өмірбаяндарын зерттедім, қиыншылықтан не істеді. Одан жаңағы Дональд Трамптың 9 миллиард доллардан қарыздан шықтым дегені бар ғой жаңағы. Соны зерттедім, бұл қалай шықты екен сонда деп. Одан сондай бір жалпы жан жақтағы осындай оқиғалар мысалдарды қарап біраз зерттедім, діннен, ол адамдардың өмірінен. Сөйтіп зерттеп келіп қарасам, ең біріншіден Құранда сендерге көтере алмайтын жүк бермеймін деген екен. Осы аятты оқыдым да, оппа, значит, мен бұл жағдайдан шығуға мүмкіндігім бар екен. Деп, содан кейін бір оп деп өзім іштей бір сенімділік пайда болды. Одан кейін енді ата бабамыздың сөздері бар ғой, керемет. Қандай еді, есіме түспей қалдым. Шешілмейтін түйін жоқ деген керемет сөз бар. Оппа деп қойып, одан кейін. Өстіп осы жаңа дін, тарих, саясаттарды білгеннен кейін уже ешкім өліп қалмаған екен де бұл бұндай жағдайдан да. Соның көзім жетті. Значит, бұл жерде менде өліп қалатын ештеңе жағдай жоқ екен ғой деп. Ол адамдарға беріліп тұратын сынақ екен дедіңіз ғой. Иә. Енді ол кім көрмегенге берілмейді. Мысалы, Дональд Трамптың 9 миллиард доллар бізге берілмейді ғой енді ол. Ондай көтере алмаймыз ғой енді, ондай деңгей жоқ қой қазір турасын айтқанда. Ондай ақша бізге де қазір дәл деңгейде дәл маған оны бермейді, екіншіден ондай ақшаны шығара алмайсың ол. Келешекте енді сол деңгейге жеткенде мүмкін болар енді ол. Марғұлан Сейсенбаев ағамыз да жүр ғой, мысалы 6 миллиард доллардан айырылдым деп, мысалы. Олар кісілердің енді деңгейі сол. Сондықтан енді бұл енді өзім деңгейімде оңай емес енді. Біздің Қазақстан деңгейінде оңай емес десек те болады енді. Бұл енді сумма. Енді миллион доллардың бір-екеуі бар шығар енді сіздікінде де. Біраз жер болды енді сол. Біраз сумма болды. Енді жер айтпай ақ қояйын. Сонымен енді зерттеп, сол нәрселерді білгеннен кейін өзіме сенімділік пайда болды. Содан кейін барып бір түсінгенім, қарыз кезде адам 3 кезеңнен өтеді екен. 3 кезеңнен өтеді. Ең бірінші, басыңа іс түседі, шыңғырасың ғой енді бірінші кез. Бұл неге бұлай болды, неге анаған беріп қойдым, не бұлай болды, ана алданып қалдым, алаяқтар алданасың, басқа алданасың. Неге бұлай болды деп ана жерде күйзелесің ғой енді. Кәдімгі жылайсың ғой. Депрессия кезеңі ме? Деп өз-өзің өкпелеп, өкініп. ана жерден сол қалай кездесіп қалдым, сол былай бәрі мені ойланып, видеоны қайтадан айналдырасың ғой. Өкінесің ғой жерде. Содан кейін екінші кезең болады екен. Екінші кезең ол енді боларыс болды ғой енді. Боларыс болды. Оны қайтара алмайсың. Екінші кезеңде соны көне дегесін да. Болды. Ол бәрі енді бір жағынан енді жақсылықты Алладан, жаманды Алладан деген сөз бар. Енді басыңа Құдай салып тұрған екен дейсің де көне дегесің. Үшінші кезең енді одан әрекет жасайсың. Осы Робинзон Крузоны білесіз ғой, аралда қап кеткен жалғыз өзі. Сол кезде сөйтеді ғой. Аралда қап кетеді. Алғаш кезде бір айдай аралап айқайлап жүреді. Лөдей деп. Содан кейін арада бір уақыт өткеннен кейін түсінеді, бір өзі екенін, басқа шанс жоқ екенін, енді бір әрекет жасамаса болмайтын. Соң көнеді уже, екінші кезеңге өтеді. Барады да жаңағы кемен, авария болған кемеден керек заттарын бәрін алып қалады. Сөйтіп, одан кейін жаңағы әрекетін жасап, сөйтіп қанша жыл, бір 30 жыл ма, аралы жалғыз өзі өмір сүріп, өліп қалмай, неше түрлі жағдайлар өтеді, соның бәрін өтіп, аман есен кейін елге оралып, әлемге танымал болады. Өстіп адам 3 кезең өтеді деген, осыны түсіндім. Бірақ не ма, барлық адам өте ме? Барлық адам өтеді осындай. Ол тек қана қарыз емес, өмірде қиыншылық жағдайлар болған кезде адам бәрі баста түскендер. Бірақ өкінішке орай көп адам бірінші кезең өте алмай қалады екен. Сол көне алмай кетеді де. Көне алмай кетеді. Сол өкініп, өз-өзіне ренжиді. Жаңағы айналада адамдарға ренжиді. Сөйтіп ішіп кетеді, басқа кетеді, жаңағыдай жағдайлар, отбасынан ажырасып, басқа қылып, тоз шығып, денсаулығын айырылады, басқа қылады, сөйтіп көп адам сол бірінші кезең өте алмай қалады екен. Ал енді мен өзім осындай жағдай болған кезде, менің ұстанған принципім, бірінші шындап келгенде, енді бірінші ой келді ғой енді, адамға бірінші жаман ой келеді екен, шайтан ой салады дейді ғой, уәсуә дейді. Сол
өліп қаласам ба екен деген ой келеді екен адамға. Мен оны көп адамнан естіп жатырмын. Бірінші кезеңде тұрған кезде ғой. Иә, осы өліп бәрін жауып, көп адамдар сөйтіп жатыр ғой, жаңа асылып қалып жатқан адамдар, сондай сол бірінші кезеңде сондай шешім қабылдап жүргендер олар. Болмаса жаңа өліп қалмаса да жаңағы беріліп қояды да, қашады, телефон өшіреді, арақ ішіп кетеді, басқа қылып кетеді. Уақытша ұмытып па? Иә. Мен бірінші кезде осы ойлағаным, енді осылардың бәрі басыма не өтті. Осындай ойлар келді, өтірік емес ол. Ол енді мына жерде терминатор сияқты болып көрінудің қажеті жоқ та. Бұл енді барлық адам басында болатын нәрсе екен. Сөйтіп сол кезде жаңағы осы жағдайлар болып жатқан кезде мен енді жаңағы дінді, нені ата бабамыз бәрін зерттедім дедім ғой. Сол кезде түсінгеннен кейін мен уже бәр нәрсе шешілетініне көзім жетті. Сол кезде мен мына ойға келдім. Бірінші мен өліп қалмауым керек дедім. Қазір күліп айтып отқанмен ол кезде енді жағдай шынымен сондай. Кәдімгідей жүректің размерін сездім ғой, жүрек қысқан кезде. Мынандай болады екен ғой. Сондай жағдайдан өттік қой енді. Сол кезде бірінші задача өліп қалмауым керек дедім. Өйткені өліп қалсам, жаңа айтқандай қарыздың сұрау көп. Құдайдың алдында да, адам алдында да, бала шағаңнан да болады. Ертең өліп қалсаң не болады? Солардан сұрайды. Адамдар ертең бір жылдан кейін ұмытады, бітті. Байғұс өліп қалыпты ғой дейді. Бала шағаң жетім қалады, әйелің жесір қалады. Мәселе сол күйі шешілмейді ол. Бұл дүниеде де, ана дүниеде шешілмейді ол. Сол екіншіден денсаулықтан айырылып қалмауым керек дедім. Күйзеліске беріліп па? Көп адам осындай инсульт алады. Мысалы, давление болып, басқа болып, сөйтіп денсаулықтан айырылып, анда жоқ, ойын мұнда жоқ. Табыс табуға да негіз жетпей қалады қауқарымыз. Табыс таппақ түгіл ол қайда сор болады ғой ол. Отбасынан сор болмай ма ол? Өйткені ол ауру адам өзі бір жүк қой. Оның үстіне енді жаңа мәселелер шешілетін көзім жетті. Түбінде осы еңбек етсем, қайтпай еңбек ете берсем, жаңа шешілмейтін түйін жоқ. Екен көзім жеткен екен. Ертең мен енді Құда қаласа, тем более мына жағдайдан кейін менің гигабайтым өсіп жатыр. Дедім, енді мен үлкен бір деңгейге жетпесем, маған енді обидно дедім де. Ал соған ертең жеткен кезде енді денсаулық керек қой, оны да қызығын көруім керек қой. Ол нәрсе іске асыруым керек. Одан кейін оның қызығын көруім керек. Мысалы, әлемді аралауым керек, керек дүниені алуым керек. Мысалы, ол кезде денсаулығым болмай тұрса тағы да қызық, обидно ғой. Сол үшін мен екінші ұстаған денсаулықтан айырылып қалмау керек дедім. Үшінші абыройдан айырылып қалмау керек дедім. Абырой деген жаңағы қарыз берген адамдарды мысалға ренжітсең, мысалы дұрыстап сөйлеспей, есік дұрыс жаппай кетсең мысалға да, жаңағы бермей, или жөн жобасын айтпай, жөн жоба деген сөз бар мысалға. Жөнін айтып, мысалға сөйлесіп, өйтпесең мысалға телефонды көтермей, одан сайын ренжиді ол адамдар. Мысалға сондай сол абырой кетсе, одан кейін бітті. Мысалы қазір елдің алдына шығып жатырмын. Кезінде адамдар болды, жаңағы қарыз болған. Бәрімен сөйлесіп, қарыздарын жауып жатырмын. Одан кейін рахметтерін беріп, ренжітпей, мысалы, дастархан жайып, басқа қылып. Бір кісінің сол бір қарызын сөйтіп созып жүрдім. Ол кісі мені түсінді. Мен ол кісіні өзім барып қайттым, басқа қала тұратын еді. 2 рет барып қайттым сояға. Енді біраз уақытқа созып кетті ғой. Сөйттім да, одан кейін бір рет шақырдым ол кісіні. Жолын төлеп, гостиницасын төлеп, жұмысымды көрсетіп. Енді содан кейін азынан кешкен әңгімелестік. Ол кісі азында келді, кешке қарай, түнге қарай ұшатын болды. Түнде келді, азанда жұмыс келіп не жасап, одан кейін кешке қарай самолеті болды. Сонымен кешке дейін бір кафеге барып отырып сөйлестік. Ол кісі саясат жақсы көреді екен. Мен де жаңағы оқығаным пайдасы тиді ғой. Наурымен сөйлесіп отырмын ғой. Оны былай айтқанда көрген зорым көрсеттім да. Сонымен жаңа кісі тұрып айтты ғой. Танер деді, я тебе понял деді. У тебя произошло что-нибудь деді, осындай жағдай болды. Но ты правильно поступил деді. Что меня пригласил, өзің жөн жобасын жасап, өстіп шақырғаның. Айтпесе, сен мына өйтпегенде мен сені по красному, по черному, любой немен дайын түрем дей ма? Дайын түрем деді. Сөйтіп, сол кісі мысалы жаңа айтқан жөн жоба деген осы ғой. Соның кейін қарызын жаптым. Сөйтіп звондадым ғой енді. Рахмет сізге деп, спасибо вам десем, тебе спасибо деп отыр ғой. Маған рахмет айтып отыр ғой. Ты, короче, отын жауып, бәрін дұрыстап не жасадың деп. Кейін қайттым, менің бір күні табар алып, сөйтіп жұмыс істесіп жатырмыз қазір. Байланыс үзілген жоқ. Одан сайын күшеймесе.
бұл жерде жаңа айтып жатқаным жаңа екі нәрседен кейін міне өліп қалмау керек, денсаулық кетіп қалмау, абыройды айтып отырмын ғой. Осындай мысалы құдайға шүкір қанша адамдармен жұмыс істесіп мен абыройымды жоғалтып алған жоқ. Қазір міне құдайға шүкір елдің алдына шығып жатқанымда мысалға міне осы өзімнің абыройымды жоғалтпаған арқасы деп ойлаймын. Осындай факторларды адам жоғалтпау керек. Сол кезде ол тірлік өзі шешіледі, еңбек етіп қайтпай істей берсең. Бір кісі айтты, мына Египетте 19 жыл оқып келген кісі айтты ғой сол. Танер деді, мен енді бір қалай болады дедім ғой, дін жағынан сұрадым ғой бұл мәселені. Қалай болады, шешімі қалай болады, не істейін деп. Сол кезде айтты, Танер деді, сен Құдайдың ең сүйген құлсың деді маған. Неге дедім, ең үлкен құлшылық адам баласына пайдалы болу деді. Сенде қанша адам жұмыс істеп жатыр екен, қанша адам қазан қайнап жатыр, жұмысым жүріп жатыр Құдайға шүкір. Просто сыртқы фактордан енді бір қателігімнен қарыз болып қалдым ғой. Соншама адамның мысалы сенің арқаңда қазан қайнап жатыр. Олар мысалға үйленеді, продукт алады, дүние алады, басқа пландар жасайды. Сондықтан сен сонша адамға пайдаң тиіп жатқан, сен Құдайдың ең сүйген құлсың деді. Ал бұл проблема деген нәрсе, бұл өмірдің өзі заңдылығы. Алла тағала әркімді өзі сынап тұрады. Сондықтан сен бұның бәріне шығасың деп. Ана әңгімеден кейін одан сайын рухым көтеріп кетті ғой. Осындай жағдайлармен міне енді бұдан шығудың тағы бір несі, мысалға адаммен дұрыс сөйлесу. Мысалы жұмыстағылармен әрқайсысымен дұрыс ақылдасып, әр шақты 7 рет өлшеп 1 рет кес дегендей, әр шешімді дұрыс қабылдаған арқасы. Осындай ел жұртпен дұрыс араласып, одан кейін мен кәсіпте жүргеннен кейін қандай жағдай болса да, мысалға неден қалған емеспін. Кәсіпкерлермен араласу, басқа да жаңағы қалаларға шығып, кәсіпкерлермен араласып жол жүріп, сапарға шығып, одан бөлек ағайын туыстың той жиыны, басқасы мысалға. Өйткені көзден кетсең көңілден де кетесің дейді. Көзде жүрсең көңілде жүресің дейді. Осы мысалға ойбай мен мынандай жағдай отырып ешкімге бармай қойсаң тағы да болмайды. Өстіп. Осындай принциптердің арқасында Құдайға шүкір мәселелердің бәрі шешіліп келе жатыр. Жақсы, керемет. Енді негізі осы сізді осы жазушылыққа да алып келген нәрсе осы сіздің осы қарызыңыз деп айтуға бола ма негізі? Алдыңғы недегі интервьюда айттым ғой, бұл бір өзі себеп болды ғой сол. Өзі бір бұның несі түбі қалай болады, не істеймін? Бір жағынан намыс болды. Мынандай жағдай болды, ештеңе жоқ. Енді мен бәрібір де себе докажу деген менде шын айтайын намыс болды. Бірінші кезекте. Мен өзім көрсетуім керек деп. Енді сол намыс қой. Жігітті намыс өлтіреді дейді, қоянды қамыс өлтіреді дейді, жігіт адам намыс болу керек деп ойлаймын. Сол намыс қойлықтың арқасында осы не істесем екен деп бір ойланып жүрген кезімде, енді бұрыннан өзім білімге жақындығым болды. Бала кезден өте кітапқа құмартығым. Сол осы білімділігім, өте көп кітап оқығаным. Екіншіден мен көп нәрсе анализ жасап жүреді екенмін. Не үшін болды бұл? Себептерін жаңа көрдіңіз ғой, қарыздың кезеңдері, ол еш жерде жоқ ол әңгімелер. Ол мен өзімнің басымнан өтіп анализ жасап, бұл себептерін талқылап еткеннен шыққан анализдер. Мен мықты аналитик екенмін. Сол одан кейінгі тәжірибе, қанша жылдан бері жұмыс істеп жатырмын. Осы себептердің бәрі жиналып келіп, жаңағы жағдай болған кезде пук өткізіп шықты ғой. Осындай бір не шықты да дүние. Қаншама зерттеу, қаншама өзгеріс. Барлығын бастан кешірдіңіз ғой. Сонымен анализ қорытынды шығарып, керемет дүниелер шығып жатыр. Өте керемет, өте қуаныштымын. Көп адам осы принциптерді ұстай алмағандықтан ғой жаңағыдай. Денсаулығынан да айырылып жататыны, өз-өзіне қол жұмсап жүріп жататыны. Жаңағы мәселелер ғой, дәке мен сөзіңізді бөлейін. Дінді білмейді, тарихты білмейді, жаңағы руханиятты оқымаған. Сол үшін болмайтын 1 миллион теңге, 2 миллион теңгені әңгіме қылып, көп жігіттер тоз-тоз шығып жүр. Мен өзім білем бір кісінің 4-5 миллион теңге қарызы бар екен, соған болып асылып қапты. Оның бәрі неден ол? Кеше өзіңізде біреуді айттыңыз мысалға. Комаға түсіп қалды. Комаға түсіп қалды деп. Оның барлығы неден ол? Ол барлығы мынандай кругозордың болмағандығынан, ізденбегеннен, жатып алып тек қана бағана айтып отқан бірінші кезеңін өте қайғыра беруден ғой. Қайғыра беру. Өз қазақта айтады ғой, өткен іске өкінбе дейді. Болар іс болды, оны қайтарып аламайсың. Сондықтан адам бұндай кезде өкіне бермей іздену керек. Бірінші намысқа тырысып, бала шағаң отбасың үшін,
ең біріншіден өзіңнің намысың, одан кейін отбасың үшін тұрып беруің керек қой, былай айтқанда. Қандай жағдай болмасын. Өзі айтады ғой, ер жігіттің басында мойнында қыл арқан шірмес дейді мысалы. Ол еркек адам болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Баяғыда ата бабамыз барып соғысып келген. Мысалы да, отан қорғаймын деп. Бізде енді ондай нәрсе сынақтар болып жатқан жоқ қой. Осы күн көріс қой біздің қазір проблемаларымыз. Басқа ешқандай мәселе жоқ. Ел тыныш, Құдайға шүкір. Сонда мынау адамның денсаулығын сақтауда өзінің қолында болып тұр ғой демек. Әрине. Мынау миындағы жаңағы өзінің аналитикасы дұрыс болмаса, жаңағы принциптерге сүйенбесе, денсаулығынан да айырылып қалу. Бірінші кетіп қалатын денсаулық қой, денсаулық көтере алмайды ғой. Ол кезде ол кәдімгідей адамның бүкіл несі организмі қиналады ғой. Кәдімгідей анау қан деген нәрсе, мысалы жаңа инсульт неден болады, давление деген. Қан деген кәдімгі топан су сияқты келеді ғой. Тамырлар жарылып кетеді ғой. Сол кезде тамыр жарылып кетеді. Мысалы жүректі жаңағы тағы да сондай не қылып жібереді мысалға да, жаңағы давление көтеріліп кетеді. Сондықтан сондай кезде не істеу керек? Адам жаңағы дінде де айтады, сабыр сақта дейді. Мысалы сабырға келіп, ол сабырды қалай сақтайсың? Ізденесің, оқисың. Бүйтіп сабыр сақта деп айта салғаннан ол сабыр сақтай салмайсың ол жерде. Уже түбірін зерттеу білу керек. Өзінің қателігі, нені дұрыс істеді, нені дұрыс істемеді, енді қандай пландар бар, раскладтар бар. Сөйтіп сол нәрселердің бәрін бүйтіп картаның ортада мен бүкіл расклад ортақ алдына қойып қараған кезде адамда өзі идея пайда болады, мүмкіндік пайда болады. Сөйтіп содан кейін барып адам уже көңіл орнына түсе бастайды. Сабыр сақтаудың өзінің ережесі бар дейсіз ғой. Жай ғана тыныш отыру емес, әрекет қылу, орынды қадам жасау деген сияқты. Енді мынау ақша жалпы адамның өмірінде өте маңызды рөл атқаратынын көріп тұрмыз ғой негізі. Бірақ неге кейде бір ақшаға деген көзқарас та бір дұрыс емес болып жатады. Осы бір жалпы ақшаның маңыздылығын айтып беріңізші. Оны да ойлап көрдім зерттеп. Көп адамдар көзқарасы ақшаға деген шынымен де дұрыс емес. Оның бір себебі дінді дұрыс түсінбегеннен. Бір себебі. Дінде көп адамдар не істейді? Тек қана жаңағы құлшылық жасай береді, Құдай береді деп та. Бар ғой ондай адамдар. Ол енді ол туралы хадисте бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи басында өткен оқиға бар. Біреу барып құлшылық жасай береді. Ай, сен бала шағаң кім бағады десе, мен інім бағады дейді, бауырым бағады дейді. Мен құлшылық жасап жатырмын дейді. Сонда айтады, сенен гөрі ана бауырым қайта мықты құлшылық жасап жатыр екен деп. Өйткені еңбектеніп жатыр ол. Осы жерде дінді түсінбеген себептен көптеген жігіттер мен білемін өзім. Сол мешіттен шықпайды, бірақ мына жақта жұмысты да істеп қарқып жатқан жоқ. Бұның себебі бір себебі осы деп ойлаймын. Екіншіден бұл фанатизм ба сонда, бұл дінге деген фанатизм ба, бұл қалай сонда? Дінді дұрыс түсінбеу деп айтайық. Дінді дұрыс түсінбеу да. Тек құлшылық болса болды, бүкіл есебім түгел деп ойлайды ғой. Иә. Оны дін мамандары бұл жағынан көп нәрсе айтқан. Сондықтан енді сонда құлшылықтың негізгі патология дейміз бе, бұл адамзат баласына пайдаңды келтіру ғой. Бағанағы кісіні айттым ғой өзі. Өте үлкен ғұлама кісі маған сөз айтты. Ең бірінші адам баласы пайдалы болды деп. Сондықтан енді бірінші несі дұрыс түсінбей жатқан себебі біреуі сол дінді дұрыс түсінбегеннен деп ойлаймын. Екіншіден жалпы бізге беріліп жатқан ақпараттардың дұрыс еместігі. Бізде мысалға қарасаңыз байларды бір жаман қылып көрсетеді. Бай болсаң жаңағы балдарың нашар болып шығады. В общем, дүниенің соңына түсіп кетесің. Ақыретке барған кезде ол дүниенің соңына жауап бересің, оны әр тиын үшін жауап бересің деген сияқты көптеген дін туралы теріс көзқарастар бар. Мысалға, осы байлық туралы көзқарастар ма? Байлық, дүние туралы сондай теріс көзқарастар бар. Одан кейін өзімізді мысалға Алдар көсе мультфильмді қарасаң да байды ақымақ көрсетеді ғой негізі. Бай деген бір қабақ біреу, ақымақ айтсаң жаңағы Алдар көсе оны ақымақ болып жүреді. Ақылды бай адам деген ақымақ болмайды ғой негізі. Бай адам деген ол байлықты өз-өзін жұрттың бәрі сен бай болшы деп бере салмайды ғой, еңбек етіп жетіп отырған адам ғой. Мына жерге де жазып қойғансыз ғой, кімнің бай болғысы келмейді, Құдай қаламайды. Сол. Сондай енді білмеймін енді мына ертегі енді Алдар көсе туралы енді халықтың ертегісі ғой. Енді оны мен жақсы жаман демей қоймын, бірақ негізі өз жері маған ұнамайды. Дұрыс емес деп санаймын. Жалпы көзқарасты дұрыс емес қылып көрсетуі ғой. Одан кейін жаңағы 90-шы жылдар, жаңағы қазір ұмытып бара жатырмын ғой. 90-шы жылдар қарасаңыз жаңағы байлардың барлығы
анау 600 мерседес мініп алады, ақшамен мәселенің бәрін шешіп тастайды, қылмыстың бәрін жасайтын солар бұзықты, оның балдары, мысалы сондай жағдайлар көп болды 90-шы жылдары. Новый казахи деп сол кезде болды ғой енді мысалы. Сондай кезде де біраз теріс көзқарас болып қалған шығар деп ойлаймын бір себебі. Одан кейін Голливудтың киноларын көрсең де анау жаңағы ақшаны деген мафиялар ғана ұстап жүреді ақшаны, соғыспен, бірдеңкемен, сөйтіп атысып, шабысып, олар дегендерін бұзық, адам өлтіреді. Мен өзім ойлаймын, олардың да Голливудтың саясаты сол ғой деп өзім ойлаймын. Мысалы. Байғымау ма адамдар? Бізге енді біз енді мынау үшінші сортты елдер дейді ғой, біздерге жеп жатқан кинолар сондай ғой енді. Сондай десе себепте соның бәрі жиналып біздің адамдардың, біз енді жаңа неде келіп отқан, жаңа неге өтіп отқан мемлекетпіз ғой. Совет Союз тарқап, өзі тәуелсіздік алдық, оның үстіне ана формация, коммунизм, тегін деген формациядан мына капитализмге келіп өттік қой. Бұл жерде біз тәуелсіздік алған кезде екі нәрседен өттік та, сондай да. Тәуелсіздік алдық, тәуелсіздік деген жаңа мемлекет алдық. Жаңа неге деңгейге өттік, және қоғамның сана сезімі өзгерді бұл жерде. Капитализм деген нәрсені қабылдай алмай, не екенін түсінбей сөйтіп отқан кездер ғой, ана тегін заманнан. Сол кезде осындай факторлар әсер етті деп, кері әсерін берді деп ойлаймын. Сол үшін көп адамдар дүниеге деген онша құлшыныстары болмады. Соның қазір зардабын әлі күнге тартып жатқан адамдар көп. Кезінде мысалы дүние таппай, тапса да жаңағы қалай осылай жаратып, қазір енді былай айтқанда екі қолын мұрнына тығып отқан адамдар көп. Ал қазір заман, енді тойша бай кедей деп жатырмыз айтпақшы. Ал бай деген адам кім? Бай деген ол қоғамның ұйытқысы. Әр елдің өзі ұйытқысы болады, айранның ұйытқысы болады, сол сияқты әр елдің ұйытқысы болады. Байлар, бұлар баяғы заманда қарасаңыз, бір бай болған, сол айналасына адамдар көмектесіп отқан. Бүкіл ауылға қарап жауап береді. Жоқ жетігі, мысалға, жағдай жоқтары көмектесіп отырған ол. Қазір кезде мысалы байлар қарасаңыз, мысалға осындай не істеп жатыр? Қоғамға көп пайдасын тигізіп жатыр. Мысалы мектептер соғылып жатыр. Мемлекет мысалға мектеп соғып үлгермей жатқан болса, ол кісілер көмектесіп жатыр мысалға. Көптеген іс-шараларға қатысып жатыр мысалға. Спортсмендер көмектесіп жатыр, сондай жаңа талантты балдарға көмектесіп жатыр. Демеуші болып жатыр. Демеуші. Одан мынау жаңа су тасқыны болып, сондай кездерде мысалға қаншама мысалы кәсіпкерлер көмектесті. Атырауда нелер соғып кеткен кездерде мысалға. Оны да көзіміз көріп отыр. Карантин кезде ол кезде де мысалға кәсіпкерлер ақша жинап халыққа мысалға жағдай жөні төмен отбасылар көмектесіп сөйтіп жатыр. Мысалға күні кеше жаңа Макси шайдың егесі Алагөз ағамыз мысалға 2 миллиард теңгеге квартира сыйлады. Қанша? 30 ба, 50 ма квартира сыйлады. 100 квартира. 100 квартира міне қараңыз. Міне кәсіпкер деген бұл бай адам деген, кәсіпкер деген бай адамдар ғой мысалы. Бай адамдар мысалы қоғамға қандай пайдасы тигізіп жатыр да? Адам бар болсаң елге де көмектесе аласың, отбасыңның алдында да абыройың жақсы тәрбиелей аласың мысалға. Өзің ойыңда алған нәрсені істей аласың. Мысалға ойыңда алған нәрсе, ойлаған нәрсені істей алу деген, мысалы кеше Нұрлан Смағұл ағамыз музей Алматыда ашты мысалға. Бұл да бір жан-жақтан туристер келіп, ел баратын жер болып тұр. Бір $100 миллион ма соны соғыпты мысалға. Қандай керемет міне. Міне бар болғанның несі арқасы. Елде болса ерінге тиеді деген сол ғой. Ал енді Совет өкіметінің қателігі не? Олар байларды құртты ғой. Байлар құртты. Байларды құртқаннан кейін елге беретін көмек еш осы нелердің көмектерден қағылды ғой. Бәрін мойнына, мемлекет мойнына алып алды. Мысалы, мектеп соғып жатқан қазір ондай кәсіпкер адам болған жоқ. Жаңағыдай апаттар болса көмектесіп жатқан адамдар болған жоқ. Мысалы, қазір мен қанша мысал айттым. Квартиралар беріп тастаған жаңағы 100 квартира, бір кәсіпкер 100 квартира беріп отыр. Ал мемлекет оның бәрін мойнына алып алды да, оның бәрін атқарамады. Міне. Осындай кезде мысалға мемлекет енді әрине біз мемлекетті айтамыз, бәр нәрсені қамтамасыз ету керек деп. Бірақ мемлекет те бәр нәрсе үлгере алмайды ғой. Барлық уақыт. Сондай кезде міне кәсіпкерлер көмектесіп жатыр. Міне бай адамдар. Сондықтан адам, Алла тағаланың өзі бай адам жақсы көреді ғой. Өйткені бай адам деген еңбекқор адам. Ол білімді адам. Ол
тәуекелшіл адам. Құдайға жаққан адам ғой былайша Енді жаңағы мен айтқандай елге пайдалы ең құлшылық жасап жүрген адам сол кісілер ғой. Қаншама тәуекелдер жасағаннан кейін ол Құдайға жақын болады. Құдай осы тәңірімді алға бастыршы деп. Сондықтан біз бай адамдар көп болғаны жақсы. Адам дүниеге жақын болу керек. Ал енді жаңағы бір нәрсе қоса кетейін. Дүние туралы бір теріс көзқарас туралы мен енді есіме түсті. Мысалға Стив Джобс айтыпты дейді. Дүние қолдың кірі, бәрі дүние ондай емес, мұндай емес деп айтты дейді. Мен өзім ойым, осыны көп адам айтады. Жаңағы осы айтқан деп та мысалға да сол дүние маңызды емес деп. Мен айтар едім, ол сол деңгейге жетіп алған адам да, ондай деңгейге жетіп, миллиардтаған, триллиондаған ақшаны көріп қойған адам. Содан кейін айтып тұр да. А мына жақта өзі зорға дегенде бала шағаға барып жүрген адам ол әңгіме керек емес. Адам бірінші деңгейге жетіп барып айту керек. Жетіп алу керек те. Бірінші ең бірінші деңгейде мысалы адам бірінші бала шағасының жағдайын дұрыс табу керек. Жағдайың дұрыс болған кезде ғана қолың ұзын болады. Баратын жеріңе бара аласың, келетін жерге келе аласың. Бала шағаң айтқан мысалы жақсылап тәрбие бере аласың. Сондықтан жаңағы осындай көзқарастар, осы пайдалы зиян жақтары осы бұл байлық келейік. Енді мынау қазіргі қоғамға келейікші. Халық не нәрседен зардап шегіп жатыр осы. Жалпы мынау бағана бір жақсы әңгіме айтып қалдыңыз да, жалпы осы той жайлы. Осы тойға деген көзқарасыңыз қандай өзі? Мынау мысалға табысы оншалықты емес, бірақ ұстап жүрген телефоны, мініп жүрген көлігі, өзін бір мақтап көрсету, осы бір қаншалықты елге пайдалы болып жатыр, немесе қаншалықты зардап шегіп жатыр, осыған бір тоқталсаңыз. Иә, бұл дұрыс сұрақ. Жалпы қазір адамдар не үшін қарыз болады деген тақырып мен өзім жазып жатқан едім, соның ішіндегі әңгіме ол. Адам не үшін қарыз болып жатыр? Өйткені қазір енді адамдардың өзі потребность дейді ғой, жарататын нәрсе көбейіп кетті біріншіден. Мына Совет Союзбен бірге салыстырып көрдім негізі. Совет Союзбен ол кезде қалай болды? Ол кездегі айлықпен қазіргі айлықтың коэффициентінде. Сөйтсем қазіргі кезде мен өзім ойымша ол кезден көп ақша тауып. Бірақ ол кезде жарататын нәрсе жоқ еді ғой. Жарататын нәрсе жоқ. Телефон жоқ, машина жоқ, үйге андай ремонт жасамайсың, той жоқ, мынандай. Алаяқтар жоқ қазір алдап кететін. Бәрінің деңгейлері бірдей. Ары кетсе қалтаңда бір 100 теңгеңді алып кетеді, 10 сомыңды алып кетеді, болды деген сияқты. Қазір алаяқтардың опыр болып кетіп отыр, миллиардтар болып кетіп отыр ғой. Киімнің де көп үлгісі жоқ. Иә, киім мысалы не отырсың. Парыз келісі ол кезде ондай емес деген сияқты. Сондықтан ол кезде шығын аз, былай айтқан шығын ғой. А қазірде не? Біріншіден күнделікті шығынымыз көп. Қарызың бел болатын себебі. Керек нәрсе, керек емес нәрсе, керек нәрсе мақұл, телефон керек, көлік керек, мысалға ремонт керек. Бірақ көп адамдар жаңағы қазір анау не қылып отыр ғой. Елмен жарысып, өз типаж дейді ғой енді турасын айтқанда. Инстаграмға қою үшін мына жерде жүр, мынандай мақтанкершілік. Сондай себептен көп өзінің шамасынан көп расход жасап қойып жатыр да, шығындар жасап қойып жатыр. Оның бір себебі сол. Екіншіден бір себебі ол мынау алаяқтар. Мына қоғамға өте зиян тиіп жатыр. Алаяқтардың неше түрлі нәрсемен ана ломбард дейді, бірдеңе дейді, шетелдегі бір инвестиционный компания дейді. Сондай елге көмектесеміз деп ақша жинап өткені біреулер миллиардтаған ақшамен сотталып жатыр мысалға. Сондай бір мына тірлікті ашсаң бітіп қаласың деп қазір мынандай бизнес тренерлер бар. Батпан құйрық. Мен айтқанымды істесең, ойбай маған пәлен ақша төле, мен сені миллионер қылып жіберемін деп мысалға. Ана байғұс барады да сауырауыз балапан ол өзі негізі шындап келгенде. Ондай қабілетте жоқ. Бірақ анау деген уәдені беріп тұр. Сөйтіп, мына жақтан кредит алады, басқа қылады. Сонымен сөйтіп, арада 1-2 ай өткеннен кейін ол болмайтын нәрсе болмайды да. Сүйреп қосқан тазы түлкі алмайды дейді. Ол бизнеске қабілет жоқ адам қайтып не қылады? Тірлік істейді. Ал анау жаңағы тренер ол мен айтқанымды істемедім болды дейді да, өзінің ақшасына болып кетеді. Осындай бір себеп алаяқтардың несінен. Алик Шарик деген кезінде болды ғой мысалы. Олардың өзі қанша адамды мысалы қанға қысады. Сол осындай себептердің себебі біреу. Содан кейінгі бір себебі жаңа айтқан той. Той жасаймыз шамамызға қарамай. Жартылап
қазір көп айтып жатыр сол той туралы. Болатын болмайтын нәрсе тойлар көбейіп кетті мысалға да. Ол той мысалы жаба ма жаппай ма, көп адам жаппаса да қарызға алып өзі жаппайтынын біліп тұрып мысалы той жасағандарды білемін. Кейін той жасап той өткеннен кейін не істейді? Қарызын төлейді. Қарыз қалады. Пәлен жылдап төлеп жатқандар бар. Мен оны өзім білемін. Сол үшін осындай себептер болып жатыр. Біз әлі бір жарысып жүрміз әлі. Шамамызға қарамай. Аттыға еремін деп жаяудың таң айтып кетті деген сөз бар ғой. Ол ақшасы бар адам мен ақшасы жоқ адам бәрібір де ол жарысамайды. Сондықтан бұндай нелерден айтарым, біріншіден болатын болмайтын нәрсе тойды жасаудың қажеті жоқ. Адам шамасын қарау керек. Мен білемін, бір досым үйленген кезде той жасаған жоқ. Бірақ кейін есін жиып алды, жағдайы мықты болып кетті. Қарызға кірген жоқ та. Сөйтті де жағдайын дұрыстап алып, одан кейін басқа бір той жасады. Зато қазір жағдайы мықты. Намыстанған жоқ ол той жасалмағанға. Үйлену тойын жасап, бір бет ашарын жасап жіберді, болды. Ол күнді өтті, кейін арада бір 5-10 жыл өтті, бала шағасына сүндет той сондай жасап, елді шақырып ала салып болды. Осындай нәрселерді адам бар ғой, қазір неге келу керек қой? Қазір заман енді уже қиын болып бара жатыр. Нағыз айтып отқаны капитализм не заман келді. Сол той домалақты азайту керек. Одан кейін жаңағы айтып отқан алаяқтарды сақтану керек. Ол үшін жаңағы қазір мына телефоннан звондап шотыңнан ақша қоя салатын болды ол. Баяғыда карманщиктер қалтаңнан ғана алатын еді ғой. Ол Америкада тұрып, қасында тұрып алатын еді. Анау Америкадан бір жақта жүріп қазір ақ қоятын болды шотыңда ақша. Иә, сондайлардан қазір адам іздену керек, осындайға ұрып қалмаудың жолдарын. Осындайдан сақ болуымыз керек, қазақта айтады, сақтансаң сақтаймын дейді. Қазір мықты сақтанбасаң, осының бәрін алдын алмасаң, жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Осыны айтып жатқан себебім сол. Сосын лудомания деген өте бір дерт пайда болды ғой осы. Бұл да бұрында негізі қатты болмаған сияқты негізі. Дұрыс қой, ол бұрын кезде казино болған жоқ қой. Бір жарнамасы да қазір аттап бассаң, жаңағы сол негізі жарнама неге тоқтатпайды осы мемлекет? Сол мысалы лудоманияның кесірінен қаншама отбасы кетіп жатыр, қаншама адам өлім жітім болып жатыр жаңағы. Қаншама қарызға кіріп жатыр ғой жаңағыдай. Соны неге осы бір үлкен мемлекеттік тұрғыда неге қолға алмай жатыр деген бір сұрақ пайда болды. Енді бәрі айналып кеп, негізі мемлекетке де жауап беруге болмайды деп ойлаймын. Мемлекетімізді, мен алдыңғы интервьюлерде айтып жүргенім, жас біздің мемлекетіміз. Мысалы, бәрі заңды қабылдап тастап, оған жеткен жоқпыз әлі. Оған қоғам өзіміз атсалысуымыз керек. Өзгеріс өзімізден басталу керек дейсіз ғой. Қазір мысалға енді Руслан Берден қазір көп қозғап жүр осыны. Қайда қозғап жүр. Одан кейін жаңа бір әнші жігітті өздеріңіз білесіз, мысалы осы жаған түсіп, осы сондай неге түсіп. Одан кейін өз кітап жазып, басқа қылып көп адамды мысалға өткен кітабынан оқыдым. Уже біраз адамды уже осыдан сақтандырып жатыр екен қазір, мысалға. Кино түсірді. Мысалға сондай болып көп болып өзіміз атсалысуымыз керек. Бұл жерде неге анау өйтпейді, неге бүйтпейді деп дей бермеуіміз керек. Уақыт сағат келеді оның бәрі. Бірақ халық өзі атсалысу керек. Жаңағы енді кедей адам бұл кез келген бай мемлекетте де бар ғой негізі. Америкада да бар, Сингапурда да бар кедей адам. Енді бұл жерде кедейліктің негізгі осы не дейміз осы себепшісі дейміз ба, не нәрсе осы? Адам неге кедей болады? Енді қоғам болғаннан кейін жалпы мемлекеттік историяларын қарасақ, тарихты қарасақ, ол бай кедей деген барлық уақытта болған. Ол ең бір дамып кетті деген мемлекетте де болған, дамып кетті деген заманда да болған, ол өмірдің заңы. Сондықтан енді бір адамның ол жамандығынан кедей болды деп айтсақ, ол да болмайды. Ол адам кедей адам жаман десек, ол болмайды. Бірақ енді жалпы бір жеке адамның өзіне келетін болсақ, енді қазіргі кезде Құдайға шүкір, баяғы замандағыдай жазу сызу хат танымайтын заман емес қой. Информация жоқ, ондай заман емес. Қазір мен айтатыным, әр адам енді кедей болудан өзін, то есть кедейден сақтанып байлыққа ұмтылу керек. Оған толық мүмкіндік бар. Осылай өзгеріс арқылы болады ғой. Ізденіп, жаңа айтып отырмын, қандай жағдай жүрсем де, мысалға міне ізденіп, Құдайға шүкір жетіске жетіп жатырмын. Кедей болсам, мен болатын едім ғой, кедей болсам мысалға да. Қарызға кірген адам ба? Иә. Сондықтан кедей деген нәрсе, кедей деген былай ғой енді.
бай мен кедейдің айырмашылығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне әдемі айтып кеткен ғой. Бірақ хадисі осы адамның несі ортасындағы преграда деп ойлаймын да. Бір хадис. Алаған қолдан болма, береген қолдан бол дейді. Алаған қол деген біреуден бірдеңе, анау берсе екен, мынау көмектессе екен, бар ғой адамдар. Мемлекеттің пособиясы жармасады, тағы анау біреу көмектесіп жатыр, бірдеңе беріп жатыр екен, оған жармасады, Инстаграмға жазады, маған көмектесші, маған берші деп. Бұл алаған қол, бұл ниет сондай адамда. Ал ондай адамға Құдай да бермейді. Береген қолдан бол дейді. Әр адам береген қолдан болуға ұмтылу керек. Береген қол деген ол әрекет жасап отқан адам ол. Бар адамға да береді. Мына кітабымда жаздым, мен кім кітабында. Кімнің бай болғысы келмейді, Құдай қаламайды дейді. Әдейі осы жерге жазып қойдым. Бұл деген сөз мен Омар Ghazалиден сұрадым. Бұл сөз не дедім? Бұның жалғасы бар айтпақшы. Кім бай болғысы келмейді, Құдай қаламайды. Кім батыр болғысы келмейді, жүрегі дауаламайды дейді. Мен сұрадым ол кісіден. Енді анау батыр туралы түсінікті. Батыр болған кезде жаудың, немістердің пулеметпен атып жатқан кезде соған қарай жүгірсем, мысалы гранатты алып, содан жаңағы не қылсаң, жеңсең, онда сен батыр боласың. А мынау Құдай қаламайды деген қалай дедім ғой. Сонда Құдай біреуді бай болған қалап, біреуді қаламай ма дедім да. Сөйтсем, жоқ, олай емес еді. Құдай өзі кім лайық, соны қалайды дейді. Адам бай болуға бірінші лайық болу керек. Ол білімді болу керек. Ол әрекетшіл болу керек, жаңа айтқандай, тәуекелшіл болу керек. Ол адаммен жақсы сөйлесу керек. Жөн жауап деген болады. Оны білу керек. Осындай. Осы сияқты нәрселерді білген адам қалай бай болмайды, айтыңызшы. Лайық адамға береді дейсіз ғой демек. Алла тағала ондай адамның жолын ашады. Мысалға, жақсы білетін адамдар кездеседі оған. Жақсы ой келеді оған. Мысалы, менде мынадай идеялар келді. Мен кітап жазамын деп ойламаған адам. Қазір 4 кітап болып тұр. Айналдырған 3 жылдан енді асты. Мысалы, тағы да 10 шақты кітап ойларымда жазылып жатыр. Мысалға. Бұл қаяқтан келді? Бұл Алладан келіп тұр ғой маған. Значит, Құдайға шүкір, мен енді соған лайық болып тұрған шығар мен деп ойлаймын. Әрине, өйткені мынау сіздің айтып жатқан, жалпы қозғап жатқан мәселенің барлығы шынында да жаңағы қоғамдағы өте өзекті түйткілді мәселе осыны білмегендіктен ғой. Қаншама адамның зардап шегіп жүргендері ше. Мен мысалы өзім жаңағы кәсіп саласына кірген кезде басымнан енді кішігірім өз деңгейімде сондай нәрселер өтті. Сол кезде жаңағы сіздің кейбір принциптеріңізді білмейді екенмін мен. Сізден барып біліп қазір енді соны қолданып жатқанда жайларым бар да. Сондықтан әрбір тақырыбыңыз өте қызықты. Бүгін енді қарыз тақырыбында бір кеңінен аштық деп ойлаймын. Жалпы тағы да қалып кеткен дүние бар ма осы қарыз жайлы? Айту керек деген өзіңізге. Енді әңгіменің уже аяғына келіп жатқан сияқты, сұрақтарыңыз енді бәрін қойған болсаңыз, енді мен де қорытындысын айтайын. Бұл енді қарыз деген бағана айтқандай, тас түскен жерін ауыр дейді ғой. Бұл әркімге өзіне түскен тасы оңай емес. Біреуге дәу тас түседі, біреуге кішкентай тас түседі. Өз деңгейінде оңай емес. Сондықтан действительно шын мәнінде де қазір қоғам өте осы қарыздан қиналып жатыр. Бірақ ол кісілердің бәрін айтарым, шешілмейтін түйін жоқ. Шешіледі. Мен мысалға бағана айтамын деп ұмытып кетіп, енді есіме түсіп жатыр. Мысалға мен өзім қарыз болып жүрген кезде былай ойладым. Мен жасым 40-та дедім да мысалға. Ертең 50-ге келемін, әлі қарыз болып жүремін. 60-ға келемін, әлі қарыз болып жүремін, мүмкін емес қой деймін да. Төбеде Құдай бар ғой деймін да. Мен әрекетім жасап жатырмын ғой. Қалай шешілмейді ол деймін да. Мысалы, сол кезде содан кейін қазір көзім жетті, ештеңесі жоқ, бәрі шешіледі. Сол сияқты мына оқырмандарға да, тыңдармандарға да айтарым. Мысалы, қазір еңсесін көтере алмай жүрген, действительно қиналып жүрген, отбасында берекесі болмай жүрген оқырман, тыңдармандарға айтарым, бәрі шешіледі. Шешілмейтін түйін жоқ деген. Алла тағала тағы да айтайын, көтере алмайтын пенделеріме көтере алмай жүк бермеймін деген. Бұның бәрі шешіледі. Бірақ тек қана өзі дұрыс әрекетін жасау керек. Дұрыс шешім қабылдау керек. Кругозор кеңейту керек. Мына жаңа айтқандай, Алла тағала сенің бай болғаныңды қалайтындай деңгейге жетуің керек қой. Сол кезде барлық нәрсе шешіледі. Өте керемет. Мінекей осы принциптерге сүйенсеңіздер, Данияр мырзаның жалпы қарыз болып жүрген жандар міндетті түрде
өтесіздер деген ойдамын. Өйткені мен де шынында да түсінбеймін, анау номерін ауыстырып жіберетіндер, жаңағы проблемадан бір қашып кететіндерді шынында да мен түсінбей қабылдай алмайды екенмін. Сөйтсем жаңағы бір қатты қысымға келген кезде адам өзі не істеп не қойғанын білмей қалады екен ғой өзі. Сол кезде сол осы принциптердің болмағандығының салдарынан болып жатыр ғой. Жаңағы жауапкершілігін көтере алмағандықтан. Сондықтан мінекей, құрметті достар, бүгін енді қарыз тақырыбы өте жақсы ашылды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, астына бізге комментке жазып қойыңыздар, каналымызға қолдау көрсетіңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Данияр мырзаның инстаграмына тіркеліп қойыңыздар. Осындай жалпы адамды өзгертетін, бір жоғарғы деңгейге көтеретін тақырыптар өте көп. Көп рахмет сізге, Дәке. Әңгімелеріңіз бітпесін. Рахмет сізге де, Дәке. Сізбен осы Құда қаласа жақсы әңгімелер болып жатыр. Құда қаласа ары қарай да өстіп елімізге, халқымызға пайдасы тиетін әңгімелеріміз Құда қаласа жалғасын таба берсін. Құдай қаласа сізден күтеміз енді әңгіме. Біз енді тыңдаушымыз, үйреніп жүрген адамбыз. Сіздің деңгейге жетуге біз де асықпыз, Құдай қаласа. Кәсіпке келіп жатырмыз бұйырса. Ал құрметті достар, мінекей мың жаса арнасы, Данияр Беркінбай, Дастан Жайнақ, тіркеліп қойыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Қарыз болып жүрген жақындарыңызға осы видеоны таратып кетіңіз.